Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге ұлданай қазақша рецепті менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайын болатын лимонадтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен өзімізге керекті заттарды лимон, апельсин, мятаны осылай өзімізге керегін, қажеттісін турап бөліп алатын боламыз. Осылай мятамызды да таяқтарынан бөліп, ашып дайындап аламыз. Ал ыдысымызға мятадан салып бастаймыз. Енді лимонымызды, апельсинімізді саламыз. Және де бір ас қасық бал қосамыз. Бал қосу міндетті емес. Мен өзімізге болған соң қостым. Менде спрайтты толтырмай құямыз. Сарағаш қосуға да болады. Және барбадос сиропы. Сироптан да осылай қосып көз мөлшерімен енді жақсылап араластырамыз. Үй жағдайында күшті болады екен. Мен өзімде бірінші жасап көрдім, маған қатты ұнады. Енді жиі жасайтын боламын. Қасықпен осылай араластырып жіберіңіздер. Мына дәмнің барлығы бірігіп өте күшті дәм болады екен. Видео ұнаса лайк басып, тіркелеп, комментария жазып, менің каналымның дамып өсуіне өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өте дәмді болған, жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.